Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін алдыңғы сабақты жалғастырамыз. Бүгін фундамент сосын шатыр жасаймыз. Ол үшін жоғарғы витке өтеміз. Alt W батырмасы. Жоғарғы витке өттік. Alt W үлкейтіп алдық. Сосын switch create'ден box таңдаймыз. Привязканы қосамыз. Мынаны өшіріп тастадым. Бізге қазір қажет жоқ оның. Екінші басынан по диагонали тартып екінші басына қоямыз. Так, биіктігін 500 дейміз. 50 сантиметр жетеді. Жарты метр. Так, перспективалық витті қарап көреміз. Так, жылжытуды басамыз, немесе W батырмасы. Бәрін белгілеймізді. Барлығын белгілеп, мына жерден 500 десек. Бәрін белгілейміз. Группа создавать етеміз. Group. Потом иерархияға өтеміз. Affect pivot only. Сосын шеттен қараймыз. Y бойынша ұстаймыз да еденіне қоямыз. Жібердік. Affect pivot only'дан шығып кеттік. Так, бәрі дұрыс. Енді осы жерден биіктігін 500 деп жазамыз. Мынаның биіктігін 0 дейміз. Қалай болды? Мынау қазір 0-дік жазықтықта жатыр. Мынаны 500-ге көтердік только. Ровно сонда фундаменттің төбесіне түсті. Сосын фундамент сәл сыртқа шығып тұру керек. Оны қалай жасаймыз? Жоғарғы битке өтеміз, топтан қараймыз. Так. Бізде астын белгілеп аламыз. Жоғары жақтан қарап, модификаторға өтеміз. Қанша шығып тұру керек? Примерно сыртқа 50 миллиметрден шығып тұрса, екі жаққа. Сонда біз мына жақтан 50, мына жақтан 50, 100. 6100. Enter. Және ұзындығына 8100. Enter. Міне сыртынан ровно болып шықты. Сонда бізде фундаментте мынадай болып шығып тұр. Жан-жағынан. Креверске кейін мына жерге не жасаймыз. Тамбур емес, лестница, потом жоғары жаққа қандай козерог. Так, потолок группаны қайттан ungroup дейміз. Өйткені группа қазір керек емес. Потолок осылай тұра берсін. Біз мынаны копировать етіп жоғары жаққа жасап, жоғары жаққа копировать етіп қоямыз. Shift батырмасын бастырып, Y осымен ұстаймыз да жоғарыға копи таңдаймыз. Окей. Модификатордан фундаментте 50 миллиметрге шықса, ал неде? Шатырда жоғары жақтан одан көбірек болу керек. Примерно 40 сантиметр шығу керек. Мына жақтан 40. 400, 400, 800 болды сонда. 6800. 8800. 8800. Биіктігін азайтайық. 182. Солай, енді коробка бар, жоғары жағы бар, основасы. Convert to editable poly. Белгілейміз. Полигонды аламыз. Кстати, мына нәрсеге vertexке 1 деген кнопканы бассақ, автомат түрде ауысады. Edge 2, border 3, 4 poly, 5 элемент. Горячий клавиші дейді, жаттап алсаңыздар болады, осымен ауыссаңыздар болады. Так, полигон белгіледік. Соны detach дейміз. Detach to element, clone. Бізге object болу керек. Окей. Полигонды өшірдік. Жоғары жақ белгіледік.
режим әдішке өту керек қырларына. То есть мына қырмен Ctrl бастырып екінші қырды белгіледік. Коннект жасаймыз. Біреу жетеді бізге. Осы біреу белгіленіп тұр уже. Шетінен қараймыз да. Мына жағынан қарайық лучше. Көтердік. Қараймыз, результат қандай болды. Результат нормально болды. Так, шатыры бар. Іштерін жабу керек. Ол үшін қалай сіздерге жеңіл жасайды. Так, лучше былай жасайық. Ctrl-Z, 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 Ctrl-Z. Мына объект бірдей болып тұрды. Осы жерден, тура осы жерден былай белгілейміз. То есть барлық қырын алдық. И барлық қырына коннект жасаймыз. Біреу. Окей. Шетінен қараймыз. Мына жақтан left. Режим бірге өтеміз. Жоғары жағын ұстаймыз. Былай көтере саламыз. Сонда бізде опа. Бөлек тұрған екен ғой. Мынау бөлек тұр, е. Так, мынаны удалить салайық. Астындағысын қабылдаймыз, бордерді аламыз. Ctrl-A. Мынау үшіншісі осындай қуысты. Полигон жоқ жерді белгілейді. Сосын кәп дейміз. Жауып жетті. Екіншіге өтеміз. Ребраларды белгілейміз былайынан. Мына жерден сызық болып, соны көтереміз. Шатыр қылу үшін. Коннект жасаймыз. Коннект біреу жетеді бізге. Бәрі дұрыс. Сосын точкаға өтеміз. Vertex. Fit to left'ке өтеміз. Жоғары жағын белгілейміз. И көтереміз. Бізде мынандай пайда болды. Енді декоративный элементтер жасайық. Шатырды ең соңында жасаймыз. Бізге мына жаққа декоративный узор жіберу керек. Декоративный узор. Есіктер, терезелерге омрабление дейді. Есіктің жақтауларын сәнді қылып жасау керек. Терезелерін, то есть есіктікінде тоже. Так, қайсынан бірінші бастасақ, ең жеңілден бастайық. Жоғары жақтан бастайық.